Өте жақсы. Жақсы. Ал балалар, енді бір-бірімізге өте жақсы тілектер тіледік. Енді біз әрі қарай бүгінгі жаңа сабаққа кірісеміз. Олай болса, барлығымыз сендердің экранда көрініп тұрғандай, экрандарыңыздағы суретке мұқият қараңыздар. Қарадық па? Ал енді мұқият қарайық. Мен жаңа сабақта айтып өткендей, екі амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен қалай шығаруға болатынын үйренеміз дедік. Енді сіздердің суреттеріңдегі, мына экранда көрініп тұрған сурет, кітаптарыңда да 24-ші бетте бар. Егер экраннан нақты көрінбесе, оқулықтың 24-ші бетіндегі суретке қараңдар. Сол бойынша не айта аласыңдар? Түгел қарайық кәнекей барлығымызды. Ал, сурет бойынша не айта аласыңдар? Ойланып қараңдар. Жақша ішінде 5 қосылған 4, алу 3 деп тұр, бірінші тәсіл. Екінші тәсіл, жақша ішінде 5 алынған 3, қосылған 4 деп тұр. Үшінші тәсіл, 4 азайту 3 жақша ішінде, қосу 5 деп тұр. Ал енді осы бойынша сендер не айта аласыңдар? Өздеріңдің ойларыңды ортаға салып көріңдер. Айтамыз. Не түсініп отырсыңдар? Кезектесіп айта беріңдер, балалар. Жақсы, келесін ойлап көріңдер. Келесі. Дұрыс. Иә. Баланың өзі сөйлесін. Иә, ары қарай. Өте жақсы. Ал енді сендер не байқадыңдар, балалар? 3 тәсілде де не шықты? Жақсы. Ал енді менің сұрағыма жауап беріп көрейік кәні бәріміз. Осы 3 тәсілді есептеп шығарып қарадыңдар. Нәтиже нешеге тең болды? Иә? Дұрыс. Өте жақсы. Барлығында да 6-ға тең болған екен. Ал енді ойланып қараңдаршы, балалар. Барлығында да 6-ға тең болып тұр. Сонда біз қосындыны саннан азайтқан уақытта әртүрлі тәсілмен шығарсақ та нәтиже не істелмейді екен? Өзгермейтіндігін байқадыңдар. Ал енді қарайық. Бірінші суретке қараңдар. Мұқият тыңдаймыз. Бірінші суретке қараймыз. 5 қосу 4. Яғни қосынды, солай ма? Қосындыдан санды азайттық. Яғни 6 шықты. Екінші қараңдар. Екінші тәсілге қараңдар. Саннан қараймыз 5. Яғни қосылғыш, солай ма? Қосылғыштан 3-ті аламыз да, одан кейін оған шыққан нәтижеге екінші қосылғышты қосамыз. Тыңдап отырамыз. Ал енді үшінші тәсілді қараңдар. Екінші қосылғыш, яғни 4. Содан санды аламыз да, оған бірінші қосылғышты не істейміз екен? Қосамыз екен. Сонда да нәтиже не істелмейді? Өзгермейді екен. Мінекей көрдіңіздер ме, балалар? Сонда екі амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен есептеп шығаруымызға естеді екен? Болады екен.
Жақсы. Ал енді тиім тәсілдермен есептеу оңай ма? Қиын ба? Оңай. Енді осы үш тәсілдің қайсысы оңай деп ойлайсыңдар? Осы үш тәсілдің қайсысы оңай? Қараңдаршы. Үшіншісі өте оңай, дұрыс айтасыңдар. Көрдіңдер ме? Сонда біз қосындыдан санды азайтуда өзімізге қолайлы тәсілді жасап алып, жұмыстануымызға болады екен. Түсінікті ме енді? Түсінікті ме? Жақсы. Ал егер түсінікті болса, енді сендерге өздеріңе мынадай тапсырма. Ал қараймыз. Қарадық па? Көрінді ме экраннан сендерге? Жақсы. Ал енді ойлан дейді. Сіздерге жеке жұмыс. Дәптерді ашамыз. Күннің жатсын жазамыз. Яғни қарашаның 19-ы. Тақырып есептер шығару. Нөмірі 3-ші есеп. Жазамыз. 3-ші есептің тек қана асын, балалар, асын өз бетімізбен орындап көрейік кәне. Мұқият орындаймыз. Қателесіп кетпеңдер. Так, оқулықтың 25-ші беті. Так, содағы нөмірі 3-ші есепті қараңдар. Соның асын ғана орындаймыз. Яғни өзімізге тиімді тәсілді ғана пайдаланамыз. Тиімді тәсілді ғана пайдаланамыз. Ал орындап қараңдар, мен қазір көремін, сосын балалар маған көрсетесіздер. Түсінікті ғой, барлығымызға? Нөмірі 3-ші дедім.